Баршаңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Біз бүгін сіздермен өте қарапайым каркаде сусынын жасап көретін боламыз. Дәл осындай дәмі тіл үйіретін каркаде сусыны күннің ыстығында шөліңізді басады. Және де адам ағзасына өте пайдалы болып келеді. Ең алдымен осы каркаде гүлдерін бір уысын алып, жақсылап суға жуып алатын боламыз. Сонан соң отқа суымызды құйып, каркаде гүлдерін салатын боламыз. Каркаде гүлдерін қайнағанша күтетін боламыз. Яғни бір қайнап шыққаннан соң дәл осылай оттың астын өшіріп, суыған күтетін боламыз. Оған дейін лимондарымызды дәл осылай тілімдеп дайындайтын боламыз. Және де осындай жалбыздарымызды қосатын боламыз. Үйдегі адам санына байланысты әртүрлі мөлшерде жасауға болады. Мен балаларым ұнататын болғандықтан осындай көп мөлшерде жасадым. Жалбыздың осындай артық жерлерін алып тастап салатын боламыз. Лимонды қалауыңызша 3 тілімге дейін салуға болады. Дайын болған каркаде гүлдерін дәл осылай суын 2 бөліп, 2 ыдысқа құйып алатын боламыз. Осылай ситадан өткізетін боламыз, гүлдер кетіп қалмас үшін. Және де қайнаған салқын суымызды осылай құйып, дәміне қарай шекерді салып араластыратын боламыз. Және де салқындатқышқа, яғни мұздатқышқа 1 сағатқа қоятын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Мені қолдап, видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қош сау болыңыздар.